Подарка. Армысыздар, құрметті достар, көрермендер. Біз сол өздеріңіз білетіндей Қызылорда қаласының білім бөліміне келіп жатыр. Қазір бұл эфирді фиксациялау үшін түсіріп жатқан жайым бар. Жалпы эфирді қолдап қарап отырсаңыздар болады. Басқарманы 3 сағат түсірсек, бұл жақта енді 1 сағат түсіреміз, өйткені жұмыс уақыты 1 сағат қой. Кешкі сағат 6 болды, 7-ге дейін 1 сағат уақытымыз бар. Әрекеттеніп көреміз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Қайда көрем? Тағы үстеміз? Тағы? Не істейміз енді? Тіркеле беріңіздер. Іште ма? Апай? Болды. Саламатсыз ба? Іште ма? Алейкум ассалам. Қалай амансыздар? Шүкір жайында. Күнде көретін болдық. Енді күнде келуге мәжбүрлеп жатырсыздар ғой. Құлай сақтасын, неге мәжбүрлеп көрсін? Енді еріккеннен келмейміз ғой. Адам бар ма алдында? Саламатсыз ба, Қадыргүл апай, қалайсыз, жақсысыз ба? Cinta. Halo. Ya, insya Allah kalau қатшысы. Әйгерімге ұрып қайтақ таппай? Сіз шақырған жоқ па? Сіз шақырған жоқ па Әйгерім? Жүрсіңші? Іште ма? Іште емес па? Ана юристтен алды. Юристтен? Ал сол кісі демеген? Жүрсеңші алып кетеген. Саламатсыздар. Ассалаумағалейкум.
Қалайсыз Ареке, амансыз ба? Сізден бір хат тастап кеткен екен. Сайтқа қатысты 2 жұлдыз. 2 жұлдыз. Хат. Айгерім. Иә, юристтен алып Сізден хат кетті. ал деді ғой. Айгерім. Сол күнде ағай кетеді ғой. Неге сотқа кетіп қалдым да ағайға кетіп кетеді. Беріп кеттіңіз ба? Болды. Сіз күте тұрсаңыз, қазір ана жақтан үлгіріп кіріп. Басшыны. Жаңа жерде, жаңа... Иә, кіреміз. Ешкімді кіргізіп қоймаңыз, күтесіз. Учет па? Не? Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Қалайсыз, амансыз ба, жағдайың қалай? Хат келді ғой сізге. Хат. Ал. Алло. Оны істеу керек жаңағы. Төр жағындағысына қойдың ба? Қайсына? Ой, әуле. Қайсына қойдың, қайсына? Иә. Анау, не бар? Перде сияқты бір нәрсесі бар, соған қою керек. Давай. Айтшыға, не, сен бұнан қатын жауып атыр дейсіз, соршын жақсы шықпайды. Шықпайтын, әшкеш ба, сен бұнан қатын жауып атыр. Барып келдің ау уже? Сағап берді. Бүгін Ей, қой ешкегі. Қайсы? Өзіне қосы болған. IP деген бар ғой саған. Бірінші таныс қойып. Ойбай неттар еген ал. Неге? Ойбай. Ана басшы телефон. Bir kurs yüzeyimiz. Әділдіктің шарығы бойынша тыңдалым істемегенге байланысты қызметтік қатынас беру керек басшыға. Алло. Видео қояйын, мағанша бүгінгі күнді аласыз алдында қойғыз болды, алырыңыз. Бүгінгі күннің жазасы ғой. İyi, lan ne olur? Açtım ya. Lan Жоқ, алдым дейсіз да. Бүгінгі датаңыз жазасыз, бүгінгі 23 ма? Соны жазасыз. 24 екен бүгін. 24'tü.
Ноябрь, октябрь ғой. Дұрыс қой, иә. Қол қоямын. Қол қоясыз. Сөйтесіз, ана бірінші бет бар ғой. Иә. Болды, все, екеу болды, все, хорошо. Ала бересіз, ешнәрсе болмайды. Берсеңізші. Мынаны тастап. Ручканы қалдырып кеттім. Атса, деге деймін атса. Қазір не қылып шықты ма адам? Сізге күтсін деді. Күтсін. Жақсы, күтеміз. Сізде 4-ші хаттама емес пе? 4-ші хаттаманың уведомлениесі, хабарламасы. Маған ба? Бұзу жайында. Маған. Апайға беріпті да, сізге берген жоқ ғой, айтқан жоқ, Маған берген. Яғында ғой, сен телефонын сұрады ғой мен әйгерім. Сосын айтайын деп едім, ақпалғанмен айбатайға. Тұрып қойын, мен барайын ба? жоқ, арудың қажеті жоқ. Шақырған жоқ қойсыз официально. Мен шақырған жоқ. Официально шақырған кезде келесіз. Шақырғанда маған телефонын бер деген қарлашты. Бердіңіз ғой бағана. Болды. Бердіңіз ба? Так. Мына 4-ші хаттаманы сотқа беру жайында ескертпе хатын беру жатыр екен, бұзылатындығы жайында. Бұны бұзу үшін сотқа емес, негізі комиссия құрылу керек. Как раз міне текстін оқиық. Аға ренжімейсіз ғой, араға тұра берсін. Сәттілік аға. Әдемі нәрсе. Ескертпе хат дейді. Мәжитова жолдап жатыр 2 жұлдыз балабақшасына. Яғни 4-ші хаттаманы өткен 34-30 шығыс нөмірі 22-сі күні хабарланып шыққан. Ескертпе хат 4-ші хаттаманы жоюға қатысты дейді. Енді 4-ші хаттаманы қазір ашамыз. Айтқаным сол, дайындалып келейік дегенім сол ғой. Мынау 4-ші хаттама кезінде құрылған 18 ақпанда. Мынау сол кездегі комиссияның төрағасы, мынау комиссия мүшелері, басқарманың қызметкері, мына жерде қалалық әкімдіктің қызметкері, одан кейін қалалық мәслихаттың депутаты, одан кейін балалардың құқығын қорғау жөніндегі өкіл, одан кейін арада Мұхтар деген жалпы мынау төтенше жағдайлардың қызметкері, содан кейін соңғысы кәсіпкерлер палатасында Мадина деген қыз, яғни Қасымжан Мадина деген адами капиталдарды дамыту бөлімінің қызметкері, одан кейін комиссия хатшысы сол кездегі осы мекеменің қызметкері. Енді күн тәртібінде осындай хаттама жолданады. 4-ші хаттамаға сәйкес мінекей көріп отқандарыңыздай бүкіл сөздер барлығы енгізіледі. Так, міне Қызылорда облысының білім басқармасының 24.01.2025 жылға нөмірі 02-03-372 санды хатына сәйкес Қызылорда қаласы бойынша білім бөліміне қарасты мемлекеттік және жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша өткізілген 10-12-2024 жылғы 1-ші және 2-ші хаттамалар және де 2026 жылдың 12-ші желтоқсан 2024 жылғы 3-ші хаттамасына сәйкес өткізілген мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне енгізілген мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының құжаттарын қайта қаралып, сәйкесінше 2025 жылға мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесі осы хаттамаға қосымшасына сәйкес мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне қайта жасақталсын дейді. Яғни қайта жасақталған арада көріп отқандарыңыздай 1-ші хаттама 1-ші балабақшалардың тізімінен 12 беттен тұратын хат дайындалады. Бас аяғы 214 садик өтеді бұл жерде. Сөйтіпті бір садик осылайынан жазылады, оның кемшіліктері жазылады, сәйкес емес деп, осындай деген дүниелер жазылады. Сөйтіпті бұл кісілер қол қояды. Енді қол қою барысында 381 бұйрыққа сәйкес комиссия 7 адамнан тұрады тақсаннан. Бағанағы бірінші беттегі 7 адамнан құралған, 7 адамның 3-еуі қол қояды, 3-еуі қол қоймайды. Енді сол комиссия мүшелері тең дауыс берген жағдайда комиссияның төрағасы шешуші голос болып есептелінеді. Бұл 381-ші бұйрықта, мынау 381-ші бұйрық, 381-ші бұйрықта
Қазір осы комиссияның әрекеті жайында айтылады. Міне бұл кісілер мына хаттарында көрсеткен екен, негіз қылып бардық. Короче, Шарашкина контора десе, Шарашкина контора таза. Міне 3 адамның дауыс беруін негізге алып осы жерде көрсетілген, яғни 4 адамның 4-еуі қол қойған, яғни қағида талаптары сақталмаған дейді. Енді қараймыз. Қағидада мынау 12-ші бөлік, 12-ші параграф 1-дің 12-ші бөлігінде айтады. Білім басқармасы органының басшысы комиссия төрағасы болып табылады. Комиссияның қызметі білім беруді басқару органдарының шешімі негізінде тоқтатылады дейді. Комиссияның төрағасы мен мүшелері дауыс беруге ауыстыру құқығынсыз қатысады. Егер отырысқа комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде 3-тен 2 бөлігі қатысса, ол заңды деп есептелінеді дейді. Дауыстар тең болған жағдайда дейді, комиссия төрағасының дауыс берген ұсыным қабылданады деп есептелінеді дейді. Яғни мына жерде жаңағы 4-ші хаттама рәсімделген кезде комиссияның 7 адамнан тұрған комиссияның 3-еуі қол қойып келіседі. Міне 1, 2, 3 адам қол қоймайды. 4-ші комиссияның шешуші несі төрағасы міне Садуақасова, сол кезде Садуақасова Жанат Мылтықбаева дауыс береді. Мынау 381-ші бұйрық, министрліктің 381-ші бұйрығы, 1-ші параграф 12-ші тармағы. Бұл эфирді түсіруге тікелей себеп болып отқан, міне дауыстар тең болған жағдайда деп тұр. Комиссия төрағасы дауыс беру ұсынымын қабылданады деп есептейді дейді. Енді былай, білім басқармасы, құрметті Ишан мырза, сізге тікелей негізі әйел адамдарға айтылады, құлаққа алтын сырға деген сөз. Бірақ білім басқармасының өкілдеріне алтын сырға мекеменің тәртіптік комиссиясы деген болады. Мынау қалалық білім бөлімінің қызметкері, яғни қалалық білім бөлімінің басшысының әрекетін комиссияға салып, тәртіп шарасын көрулеріңіз қазір міндетті түрде арызбен жолданатын болады. 381-ші бұйрықта жазылған талаптан тыс талап қойылуы, ол мемлекеттік қызметшінің қызмет бабын асыра пайдалану болып есептелінеді. Өкілеттілігін теріс пайдалану немесе артық әрекеттерге жол беру болып табылады. Бұл біріншіден. Екіншіден, сотқа береміз деп рәсімделген. Негізі бұл жерде 381-ші бұйрық бойынша комиссия құрылады. Комиссияның шешімімен садиктердің дотациясы тоқтатылады. Дотациясы сол комиссиямен құрылады. Ал енді бұл жерде әрекеттің барлығы именно 7 садикке келіп тіреледі. Енді қараңыздар, бүгін бұлар білім басқармасы, білім бөлімі, қаржы орталығы бар бізде, ваучерлік жүйе бойынша. Сол жүйеге хат жолдайды, яғни 4-ші хаттама заңсыз болуына байланысты мынау соңғы садиктер тоқтатылсын деген жұмыстармен. Енді қараңыздар, қазір эфирде, бұл эфирді өшірмей, мен осы эфирмен басшыға кіруге тырысам. Басшы қабылдаса егер, қабылдай ма, қабылдамай ма, орында шатағым жоқ, бірақ садиктің атынан міндетті түрде мен бүгін арыз түсіремін бұл кісінің үстіне. Себебі неге? Бұл қызмет бабын теріс пайдалану, өкілеттілігін теріс пайдалану деп табылады. Қазір кешке құрым мен сіздерге бүгінгі осы білім бөлімінің басшысының интерес лабирт етіп жасалған хаттарын неге жолдаған. Сол нәрсені де арнайы түсіретін боламын. Бұл тікелей шантаж или монтаж емес. Бұған дейін бұл эфир жасағым келмеген. Бұл жерге келіп, мен адам құсап алдарынан өткенмін, адам құсап ескерткен бүкіл жағдайларды. Бірақ сәйкесінше бұл кісілер адами тұрғыдан аттап заңның шеңберінде әрекет жасағысы келіп жатыр екен. Заңға сәйкес бұл кісілердің ішіне міндетті түрде арыз жазылатын болады. Сондай-ақ 42 садиктің ішінде кеше бұл кісілер жеңіліп қалды, 2 садик. Яғни 42 бойынша құрылған комиссияның да әрекеті заңсыз екендігі сотпен дәлелденді. Ол апелляцияға берген күннің өзінде де апелляциядан да жеңіліп қалды бұл кісілер. Себебі неге? Ол сотқа мен міндетті түрде қатысам апелляцияда. Енді қараңыздар, бұл біріншіден, және екіншіден тағы да қаралып жатқан 2 садиктің әрекеті бүгінгі таңда медиаторлық тәртіппен шешілді, яғни жеке ұйғарым алмаш үшін. Осыған дейін 2 садиктің жеке ұйғарымы келді бұл кісілерге заңсыз әрекет жасалуға байланысты, яғни 42-нің актісі, жасалған актісі заңсыз екендігі жайында соттың 2 ұйғарымы келіп тұр. 3-ші ұйғарым келсе, бұл кісі уже қызметін босату керек басшы ретінде. Бұл өз алдына. Енді қараңыздар, бұл 42-нің мәселесінен бөлек бізде 7 садик бар, яғни кейін қосылған. 75 балаға дейінгі адамдарға лицензия талап етілмеу керек медициналық. Сол лицензия талап етілмеуіне байланысты бұл кісілер 381-ші бұйрықта жоқ талапты қоюына байланысты 4-ші хаттама қалыптасқан. 4-ші хаттаманы аясында 7 балабақшамен шарт жасалады. Енді 7 балабақшамен шарт жасалған уақытта бұл кісілердің ақшасы 7 айға 6 айға тоқтатылған.
Ал енді қарап отырсаңыздар, сол тоқтатылған ақшаны, қаржыны бұл кісілер кеше октябрь айында келіп актілерін басып, ақшаларын аударып береді. Сәйкесінше енді бұл кісілердің құйтырқы әрекеті. Яғни сол 4-ші хаттаманы каким-то образом бұзу, сотқа беріп бұзама, комиссия құрып бұзама, ол енді дальше өзінің жеке интересінде бұл кісінің. Енді бұл жерде болып жатқан жағдай, бұл қасақана түрде мемлекеттік қызметшілер, яғни мемлекеттік қызметші өкілдері, яғни мемлекеттік қызметкерлер өздерінің өкілеттілігін теріс пайдалану арқылы жеке кәсіпкердің, яғни құқығын шектеп отыр. Яғни бұл жерде құқықтарын шектеуі ол өз алдына бөлек дүние. Бұл жерде кәсіпкерлер палатасы бар. Кәсіпкерлер палатасы осы мемлекеттік әрекеттердің заңсыз әрекеттерін біле тұра ешқандай әрекет жасамауы, прокуратураның ешқандай действия танытпауы, бұл өз алдына бөлек әңгіме. Енді қазір қалалық білім бөлімі тарапынан болып жатқан осындай заңсыз әрекеттерді мен не үшін министерствоны атмент еттім, не үшін министрді атмент еттім. Себебі бұл осындай болып жатқан құйтырқы әрекетті тікелей хабардар ету үшін тікелей эфирде түсірілуде ешқандай да монтаж или болмаса ешқандай да бір нәрсе жоқ. Міне көріп отқандарыңыздай Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қазір басшының тікелей келіп отыр. Өткен неге бұл кісілер біріншіден сол тоқтатып келді. Мынау екінші адвокат та келіп жатыр кешегі. Міне Нұрсұлтан Байменов деген азамат, Бөбек әлемі деген садик келіп жатыр. Өздеріңіз көріп отқандай, бұл жаққа мен эфир қосып келем деген ойымда болмаған. Бірақ амал жоқ, осылайынан заңсыз әрекеттерді әшкерлемесек басқа вариант қалған жоқ. Қазір сіздер көріп отқан осы жерде садиктің өкілдері болсаңыздар, чаттарға осы нәрсені таратыңыздар, көріңіздер бұлардың қалай жауап беретін. Бұл кісілерге тікелей осылайынан келмесең, осылайынан фиксация жасамасаң, бұл кісілер білгенін жасап отыр. Яғни заңда жоқ, бұйрықта жоқ, талаптарды пайдалану арқылы жеке өздерінің интерестері үшін жасап отқан дүние ғой. Ол жала жабу бойынша сотқа берем десе бере берсін смело. Қазір осы садиктердің құқығын толықтай қолда не қылатын боламыз, қорғайтын боламыз. Гүлзада ханым, қалайсыз, тәте, жақсысыз ба? Чаттарға таратсаңызшы, көрсін қазір білім бөлімінің әрекеттерін қандай болып жатқанын. Шарашкина контора дейтін сол өздеріне заң ашып алған, жүйрік шығарып алған. Олай естімеңіз, ұят болады, сағындық нәрсе. Бұл ұят болатын түгі де жоқ. Зато халық білу керек. Олай сөйлемеңіз. Күшті, өзіңіз қалайсыз? Иә, Гүлзада ханымға міндетті түрде жазып беремін мен. Саламатсыз ба, қалайсыздар, жақсыздар ма? Бұларға енді сөйтіп қозғалмасаң басқа вариант қалған жоқ. 42-де келіп жатыр, 7 садикте келіп жатыр. Өткен неге бұл кісілердің айтып отырмын ғой, әрекеттері заңды емес. Заңды болатын болса, мұндай әрекеттен келмейміз ғой біз. Заңсыз әрекет жасайды. Адам, есі дұрыс адам сөйтіп хабарламай бере ма? Ғанияға қалайсыз, амансыз ба? Ассалаумағалейкум. Эфир өшірілмейді. Кімді қоссаңыздар да, кімді айтпесеңіздер де өшірмеймін. Именно осы нәрсе эфирді қазір сақтаймын да, и то бұны дальше әрі қарай таргет қосам бұл. Садиктің осы. Басшының алдында вроде ешкім жоқ. Өзінің қызметкерлері, ішкі қызметкерлері күндіз болсын, түнде болсын, қызметкерлеріне жиналыстар жасай береді, жеке қабылдауын жасай береді. Бірақ сырттан келіп тұрған азаматтарды қабылдауға ол кісінің құлықсыз, яғни ниетсіз деп айтса болады. Арада бір ақпараттық тақтасы жоқ, қай күні қабылдап, қай күні қоятын ғой, тамаша. Ескерте беріңіз, мен эфирмен кіремін бірден. Шешім сұрайын, шешіну керек па? Шешіну, бірден барайық.
Сіздер кірмейсіздер ғой. Ана кісілер қазір бұл кісінің мәселе ештеңе басқаша болып тұр. Алмау. Кірейін ба? Білмеймін, кіремісің жүр. Жүрсек бәріміз бірге кірейік. Бәрі темада бар ма сенде? Апелляцияңа да ертең кіреміз ғой. Жүріңіздер кеттік. Жүріңіз, Шолпанға. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Эфирмен келе жатыр апай, бірден айтайын. Бірінші мәселе апай, хабарлама берген екенсіздер. Сол хабарламаны алуға келгенбіз негізі. 4-ші хаттаманы бұзатындарыңызды хабарлаған екенсіздер. 4-ші хаттама заңсыз рәсімделген, талаптар сақталмаған деген. Нақты қай талаптар сақталмаған? 181-дің. Біз қазір сотқа келдік па, сотқа емес. Түсінбедім. Сотта отырмыз ба? Мен сотта емес, сізге бұған дейін эфирмен кірген жоқпыз ғой біз. Мен эфирмен кіруге тура келді. Иә. Солада делсің. Мен участыңыз білмеймін, Сағындық Райымбекұлы. Райымбекұлы. Сағындық Райымбекұлы. Біз бізге беретін ескертпе хат беретін болса, соның өзі соответствующий құзырлы органда әрбірде осы сұрақтарға барып кезекті жиналысқа сұрақтарымызды қойып, өзі толық мүмкіндік бар. Бүгінге қазір қажеттілік бар ма? Ол неге? Уақытымызды соған қайта осы отыруға. Жоқ, менде былай апай, сізге бір мәселе менге отқан жоқпын. Қазір сол 4-ші хаттамен рәсімделген балабақшалардың құқығын қорғау жүрген сіз жақсы білесіз ғой. Сізге бұл мәселемен де бірнеше рет алдыңызға кірдік. Бірақ қазіргі бүгінгі болып жатқан, дәл бүгінгі болып жатқан жағдай бойынша ваучерге қосылу жүйесі болсын, бұл кісілерге хабарлама беру рәсімі болсын, барлығы сіздердің тараптарыңыздан, білмеймін, енді заңсыздықты сіздер анықтапсыздар ғой. Мына арада ешқандай құзырлы органның бір несі жоқ, мәлімет жоқ бұл жерде. Келесі сұрақ, ваучерге қатысты 4-ші хаттаманы заңсыз деп танымсыздар ғой. Әлі танылмаған ғой заңсыз деп. Сондықтан сізге ескертпе хат беріп жатыр. Сот отырысына дейін ғана анықталады. Солай ғой енді. Сіз сот отырысына дейін сіз өткізуге міндетті емессіз бе не бұл кісілерді? Бұл кісілер қазіргі таңда ешқандай нем жоқ, кедергі жоқ. Кедергі болып жатыр ма сіздерге? кедергі болып жатыр. Сіздер тарапыңыздан, қызметкерлеріңіздің тарапынан кедергі болып жатыр. Жаңа сіздің WhatsApp-ыңызға да жолдадым ғой мен хат. Телефоныңызды беріңізші. Сіз бағана күнде Манара ханымға жолдаған хатты ашайық сол жерде. Бірінші қазір мен сізге көрсетейін. Міне, сіз бүгін хат жолдағансыз қаржы орталығына. Дұрыс па апай? Азында Айгерім деген қызметкеріңіз орындаған. Бүйтіп жазғансыздар. Нақты талабында бүйтіп жазылған. Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімі өңір бойынша мектепке дейінгі білім берудің ваучерлік қаржыландыру пилоттық жобасына көшу үшін мектепке дейінгі ұйымдар тізбесіне мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне енгізу хаттамасы даулы болуына байланысты уақытша тоқтатылған Сәулет және Супер Бейби С балабақшаларын ваучерлік қаржыландыруға екі жақты келісімшарт жасалған уақыттан бастап қайта ендіруді сұрайды. Ескертпе Супер Бейби С балабақшасы мемлекеттік тапсырыс алушылар тізбесіне енгізу туралы Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік тапсырысты орналастыру бойынша бірінші хаттамасы және де оны 12-2024 жылғы жасалған хаттамаға сәйкес Сәулет балабақшасы 26-12-2024 жылғы жасалған үшінші хаттамалар бойынша жолданады дейді. Енді қараңыз, 4-ші хаттама егер ертең сот заңсыз деп таныған жағдайда сіз 3-ші хаттаманың 2 даналы болғанын мен сізге бұған дейін де көрсеттім ғой. Басқарма тарапындағы Асхат Қанатұлына да көрсеттім. Сіздерде 3-ші хаттаманың өзі 2 данадан жасалған ғой, білесіз бе? Ішінде кәдімгі сауда болғаны бар. 4-ші хаттама заңсыз болып танылатын болса, енді қараңыз. Екі мәселе бойынша осы, біреу ваучерлік жүйеге қосылу жайында, 4-ші хаттама, міне өзіңіз білетіндей 12 беттен тұрады. 4-ші хаттамада осы мекемелердің барлығы қосылған. Дұрыс қой? Сіздер жаңа ескертпе хаттың ішінде де соны көрсеткенсіздер.
Пока тоқтай тұрыңыз, қоясыз, оған асықпаңыз. Иә? Заңсыз деп сіздерге кім танып берді, апай, соны айтсаңыз енді. Сот отырысы болады, сол жерде. Жоқ, апай, сот отырысы емес, сіз қазір білесіз ба, сіз мынаны заңсыз деп тану жайында сіз ескертпе хат беріп тұрсыз. Заңсыз, соның ішінде Не заңсыз? Түгел емес болғаннан. Кім түгел емес? Енді өзіңіз де біліп отырсыз ғой мұны ішінде. Жақсы, онда қайтадан мен қазір 381-ді ашамын қазір бұйрықты. Қараңыз енді, бұйрықты ашайық. Орындаған кім ғой? Мұратбаева. Мұратбаева, енді қараңыз. 381-ші бұйрықтың қандай? Мұратбаеваның аты тұр, орындаушысы басқа адам. Мұратбаева болды, аты жазылмаған. Мұратбаева. Сіз орындаған жоқсыз. Апай, онда орындаған қызметкер шақырайық. Орындаған қызметкер алдыңызда отыр. Бірге орындадық. Не мазақ қылып отырсыз ба сіз? Жоқ, шақырып отыр ғой айтып тұр. Жоқ, мазақ қылып отырсыз ба деймін. Бірге Сіз орындадыңыз ба? Бірге орындадық осыны. Есіңіз? Аралбек. Аралбек. Сіз? Өшіресіз ба? Мен өшірмеймін оны. Сотқа бере беріңіз. Сот камерамен мен Ертең сөйлемеймін. сотқа беріп жатсыздар ғой, бере беріңіз. Камерамен сөйлемеймін. Бұл сот залы емес біріншіден. Өзің білесің. Сот залындағыны камера жүргізіледі. 381-ші бұйрық бұзылды ма, бұзылған жоқ па? Не қылады, сондықтан мен сөйлемеймін камерамен. Сөйлемеймін? Тамаша. Кім сөйлейді, апай? Екі сұрақпен келдік қой. Ер азаматқа адвокат болса. Мен келдім сіздердің алдарыңызға. Мен бірінші рет келіп тұрсыз. Біз құқығы бар ғой. Білесіз ғой. Кімнің? Құқығы бар ғой бұл кісінің шынымен де камераға мен сөйлемеймін. Жақсы, сөйлемей қойсын. Иә, енді жауап не үшін сұрап отырсыз онда? Не мәселемен келдіңіз деп? Енді зачем видео Мен түсіремін, фиксация жасалмады. Бұл өйткені неге сіздерге бұған дейін де келдік қой біз. Отырайық онда өшке дейін. Олай болмайды ғой енді. Не болмайды? Енді сізге рұқсат бергізіп отырған жоқ. Айтқысы келіп отырған жоқ. Жақсы. Ескісі келіп отырған жоқ. Жақсы. Онда вопросты не үшін қабылдап отырсыздар? Сұрақты көтеріп, енді сұраққа жауап бермейсіздер ме енді? Келіп отырық қой. Сұрақты сіз жазбаша түрде маған ұсынуға Мен ұсындым сізге. ұсынсақ, онда жауап береміз. Сіздер жауап берген кезде ол заңды бұздыңыздар. Заңға сәйкес сізге жауап береміз жазбаша. Енді қараңыз, Гүлзира ханымға бүйтіп айтайыншы. Әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекске сәйкес осы Айбатыр, Ақбалғын және де екі жұлдыз балабақшаларының несінен мен сіздерге арыз түсірген. 10-шы қазанға дейін бұл кісілерге қатысты ақпарат берулеріңіз жайында. Сіздер сол арызды алған кезде қалай жауап бергендеріңізді білесіздер ме? Сіздер жалған мәліметтермен жолдағансыздар ғой, 4-ші хаттама заңсыз деп отыр. 4-ші хаттама егер заңсыз болып танылатын болса, арадағы тұрған 214 балабақша жұмысын тоқтату керек. Сіздерде ешқайсысы тоқтатылмаған ғой. Ол біріншіден. Екіншіден, сіз қызметке келем дегенге дейін ваучерлік жүйеге сіздер тамыз айында ұсыныс хат бердіңіздер. Дұрыс па? Қызметкерлеріңіз оның бәрінен хабардар. Енді қараңыздар, 381-ші бұйрыққа сәйкес емес, 372-ші бұйрыққа сәйкес араларында шарты бар мекемелердің барлығы 199 балабақша енеді осы жерге. Тізімде мына жерде Ақбалғын, Айбатыр осы 4-ші хаттамамен рәсімделген балабақшалар тізімде тұр. 38-ші тұр. Сосын мына жерде не қайда? Екі жұлдыз балабақшасы 92-ші тұр. Енді қараңыз, сіздің қызметкерлеріңіз 4-ші қыркүйек күні Қарлығаш ханыммен не жолдайды? Финцентрге, яғни қаржы орталығына. Осы кісілердің жұмысын тоқтату жайында. 4-ші хаттама даулы мәселе болуына байланысты дейді. Даулы мәселені кім жасап отыр? Мен соны түсіне алмадым. Осы сұраққа жауап беріңіздерші маған. 4-ші хаттама даулы деп кім көтеріп беріп отыр? Сіздерге даулы деп кім айтып жатыр? Өшпейді бұл видео. Өйткені сіздердің жауаптарыңызды мен білем ғой. Өшкен күннің өзінде де жауап бере алмай отырсыздар ғой. 381-ші бұйрықта комиссия егер тең дауыс жинаған жағдайда комиссияның төрағасы шешеді деген сөз бар. Оны сіздер басшылыққа алмайсыздар, бірақ 381-ші бұйрық жаңағыдай талаптары сақталмаған дегенсіздер. Қандай талап сақталмаған? Орындаған сіз екенсіз ғой, енді айтсаңызшы, мен сізді түсіріп тұрған жоқпын, өзім түсіріп отырмын мен. Камераны сөндіріңіз. Мен сөндіре алмаймын. Ол сіздің талабыңыз ба или өтінішіңіз ба? Біріншіден мен рұқсат берген жоқпын камераға түсіру туралы. Менен рұқсат алған. Рұқсат сұрауым керек пе еді? Рұқсат сұрауым керек. Сіз біріншіден мемлекеттік органда істейсіз ғой? Мен сіздің жеке басыңызға келіп тұрмын ба? Келген кезде бірінші рұқсат алғаныңыз керек. Кімнен? Менен. Сізден ба? Менен сұрап тұрсыз ғой. Нені сұрап тұрмын? Сіз орындап тұрсыз ғой, сіз заң бұзып отырғаныңызды білесіз ба? Ақеркенің құжаттарын алып орындалды. Ақеркенің құжаттарын алып орындалды. Ақерке сонда сондықтан өшіріңіз. өшпейді ол видео. Жақсы. Онда уақыт алмай қойып. Рұқсат болса. Иә, кете берсін. Қазір бөлек сіздерде тәртіптік комиссия бар ғой, иә? Тәртіптік комиссияны қарайтын. Қазір мына кісінің, осы кісінің үстіне лишний мен арыз түсіремін.
осы екі сайтың атынан қағаз Мен де түсіп түсіре аламын. Мен де. түсіре беріңіз, Мен иә. де. Сосын сотта кездесеміз сізбен. Сотқа барылады. Иә, жақсы. Қазір мен тәртіп комиссияға бұл кісілердің үстіне арыз түсіріледі. Сотқа барып. Сосын сіздің үстіңізге бөлек түсіріледі басқарма тарапынан. Өйткені сіздердің қазіргі әрекеттеріңізде 381-ші бұйрықтың ішінде тұрған талап көрсетілмей отырсыздар біріншіден. Қай талап бұзылғандығын. Сотта жасын келісті. Жоқ, онда не есіне қабылдадыңыз? Екі сұрақты да, екі сұрағымыз, үш сұрақ болды, үш сұраққа да жауап бере алмай отырсыздар. Арызды кімге беремін мен қазір? Кім қабылдайды оны? Сіз қабылдайсыз ба или басқа адам қабылдай ма? Құжаттама бар, сол жерде арыз бердіңіз. Құжаттаманы қабылдайды. Уақыт бар әлі. Ондан аксының жеке басын анықтап беріңіз маған. Мен Аралбек екенін білемін, бірақ толық аты жөнін білмеймін. Мен сіздің үстіңізге арыз жазуым керек қой, кімге жазатынымды білейін де. Айтайын жарыз, тұр осы жерде тұр. Қай жерде тұр? Неге барыңыз, канцеляриядан сұраңыз. Канцеляриядан? Аралбек десеңіз айтып береді. Канцеляриядан кімнен сұрауым керек? Сол жерде ағырке бар, мақсат бар, арызданушылар. Аха. Сосын айтып береді. Арыз қабылдаушы не бар, кәдімгі жауапты маман бар, соның ішінде. Фамилияңызды айтып берсеңіз. Не, Аралбек Нұрмахан? Жазылып тұр ғой. Мен кіреберісінде де тұр кабинет. Жауапты, сіздің? Айтпайға Аха, тамаша. жауапты мамандар. Иә, білім бөлім. Жақсы, түсінікті апай. Жақсы, сау болыңыздар. Қабылдаудан бастапқан жоқ, сіз официально жолдауыңыз керек юрадреске. Қабылдаудан бастап. Бардак, короче, Шарашкина контора деп нагло айтатыным сол ғой. Шарашкина контора бұл жерде. Басшысы мемлекеттік қызметпен емес, бұл жердің басшысы көшеден келген біреу сияқты ғой. Канцеляриясы. Міне жаңа жолдаған жерлері, мынау іші. Отыр халық, футбол етіп отыр, әрі туда-судан. Қазір 1-2 сағаттан кейін қайтадан видео салатын болам. 3-ші хаттаманың 2 данасы бар екендігін, 4-ші хаттаманың 2 данасы бар екенін, қай жерде қандай сауда болғандығы жайында бұл кісілер осы нәрсеге кейін жауап бересіздер. Амандықта жолығайық, сау болыңыздар.